Зейнетақы жинағының бір бөлігін төменгі жеткіліктік шегіне қарамастан шешіп алуға бола ма? Бұл мүмкін бе? Видеоны соңына дейін қараңыз. Достар, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры алаяқтардың әлеуметтік желілерде жалған ақпарат таратып жатқанын мәлімдеді. Бұл туралы Стан-кз ақпарат агенттігі хабарлап отыр. Алаяқтар әлеуметтік желілерде осы жылдың маусым-қыркүйек айлары аралығында зейнетақы жинағының бір бөлігін төменгі жеткіліктік шегіне қарамастан шешіп алуға болатыны туралы жазып жатыр. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры бұл ақпараттың шындыққа жанаспайтынын айтты. Заңнамаға сәйкес зейнетақы жинақтарын үй жағдайын жақсарту мен емделуге мерзімінен бұрын тек зейнеткерлер, зейнетақы аннуитеті шартын жасасқан азаматтар, мерзімінен бұрын қазіргі уақытта жұмыс істейтін және зейнетақы шотында ең төменгі жеткіліктік шегін асатын қаражаты бар азаматтар ғана пайдалана алады делінген хабарламада. Сондай-ақ бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры жалған хабарламаларды елемеуге, ақпаратты тек ресми көздерден алуға кеңес береді.